Мен Вали Гүлшерипа, Отпан Әлібаев атындағы жалпы білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Бүгін сіздермен бірге мамандық таңдайтын уақыт атты тақырыпты қозғайтын боламыз. Мамандық таңдау біздің өміріміздегі өте маңызды кезеңдердің бірі болып табылады. Сондықтан ол біздің болашағымыздың бастауы. Мамандық таңдаудан қателеспеу үшін не істеу керек? Және де қандай мамандықтар сұранысқа ие? Осы сұрақтарға жауап ретінде экранға назар аударыңыздар. Көп адамдар жалақысы жоғары мамандықтарды қарастырады, бірақ адам жұмысқа ақша үшін емес, өз ісінің ұнатқандықтан баратын болса, бұл оны бақытты етеді. Бірінші, мамандық терминін түсініп алайық. Мамандық қызметкердің кәсіп шегіндегі қызметінің нақты саласы. Ол адамнан арнаулы білім, еңбек дағдылары мен іскерлікті талап ететін іс-әрекет түрі. Сұранысқа ие мамандықтар. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты қорғау министрлігінің 2025 жылға болжамымен жасалған сұранысқа ие мамандықтар тізімі. IT-специалист, яғни программист, компьютер маманы, 3D модельдеу инженері, геолог, өнеркәсіп және құрылыс инспекторы, логистика маманы, графикалық дизайнер, техник, механик, өнеркәсіп жұмысшылары, яғни шахтерлар және тағы да басқалар. Мамандық таңдағанда 3 нәрсені ескерген жөн. 1. Таңдаған мамандығыңызға қызығушылығыңыз бен икеміңіз болған жөн. Бұл сізге жұмысты жемісті еңбек етуіңізге көмек береді. 2. Болашақ мамандығыңызды қоғамдағы рөліне аса назар аудару керек. Бұл сіздің жұмыс табуыңызға көмектеседі. 3. Мамандығыңыздың сапалығына мән берген жөн. Осы 3 қағиданы еске ала отырып, мамандық таңдасаңыз, дұрыс таңдау жасадыңыз. Мамандық таңдау оқушыларды ғана емес, барлық ата-ананы мазалайды. Оны мына видеороликтен байқауға болады. Мен ғарышкер боламын. Рахмет. Мам, ғарышкер болғым келмейді. Енді кім боласың? Онда мен биолог болам. Рахмет. Аспаз болам. Рахмет. Жоқ, химик болам. Осы кезде айтар кеңесім, баланың хоббиіне көңіл бөліп, онымен жан-жақты айналысу. Назарларыңызға рахмет.